1/8. Okay. This one's 6/8. 6/8. Потом S бар, соңында. 7/8. S бар. Дальше. This one is. 7/8. Okay. Yes. 1. Okay. 1. Now, екіншісі 1 second. 1 second или half? 1 half. Half. Okay. Half. Okay. 1/4. Quarter, молодец. This one 3/4. 3/4. 3 quarters. Quarters. Okay. Quarter. Дальше. This one's. Давайте, first one is Amina, second one is Tamiris. Мен экран бойынша солай тұрсыздар, давайте айтыңыздар. Amina, what's that? 7 деген сөз, если что. Okay. 2 7/8. 2 sevens. 2 fourths. Okay. 2 fourths или quarters. Quarters. Айжан, Ау. сіз айтыңыз. Айжан, Айдан. Несі? Мынаны айтыңыз. 3 бөлінген 4. 3/4. Okay. Айдана. И Санди. 6/8. Okay. This one, Sandy. 1/2. Okay. Amina, 3/7. Tamiris. 1 quarters. Quarters или quarter просто. Quarter. Okay. Айжан, Қайсысы? Средний ряд. Соңғы. 5/10. Okay. Tense былай жазылама или былай жазылама? CHS ба или S-сіз ба? S пен. Все, окей. Дальше Айдана. Окей. Санди. 3/8. Окей. S пен S-сіз. S пен. Все, молодец. Дальше енді біз децималды айтамыз. For example, 0, yeah, 0 point. Мынау деген сөз point. Point. 0.5. Yes, you got it? Yes. For example, сізге тағы да бір нәрсе көрейін. Көрсетейін. Мынандай болса ше. Мынаны қалай ойлайсыздар? 0.55. No. 0.55. То есть нүктеден кейінгі нәрсені біз бөлек айтамыз. Got it? Окей. Давайте. Мынаны қойыңыздар. 0.785. 7/8. Yeah, 785. Енді мынандай болса. 21.051. Молодец. Немесе мынаны 0. Короче, 0 дегенді біз айта аламыз былай. Деп, 0 деп, нaf деп айта аласыздар 0-ді. Naf? Yeah, naf. Окей? Былай жазылады. Сейчас, мына жерде просто мышка әдемі жатыр. GHT. Naf. 0, naf. Үшеу. Окей? Немесе просто төртінші вариант, егер де 0 деген поинттан басталса, поинтты ғана айтасыздар. Мынаны айтпай-ақ, былай айтасыздар. Point, просто 0 point, немесе naf point, point-тың орнына просто айтасыңыздар. 0-сіз. 0.55. 0.785. You got it? For example, 0.75. Просто 4 жолы бар айтудың. То есть, егер 0-ден басталса. 0.75, naf 0.75, 0.75, or просто 0.75. Немесе мына жерде ортасында келсе қалай болады? Неше жол бар айтудың ол кезде? Всего 3 жол. Ортасында ше сан келсе. 70-55 па? Жоқ. 3 жолы. О-дің 3 жолы. 0-дің 3 жолы. Немесе былай ғой?
типа былай. Үшеуімен. Оудың отауы бар, нөлдің. Иә. 0 деген төртеуі бар. Егер мынауысы бірінші келсе, 4 жол айта аласыздар. Просто 0.705 деп айта аласыздар. То есть point деп. Немесе O мен, 0 мен, NAF пен. Ал егер ортасында келсе, үшеуін бірін айтасыз. Либо O, либо 0, либо NAF. То есть, for example, 0.705, 0.005, 0.70, NAF 5. То есть, үш жол. Ортасында. Got it? Если что, жазып отырыңыздар. Давайте. Дальше. Түсіндіресіз уже. 0, NAF, немесе не? Point. Немесе O. O. No, O деп жазылғанмен O деп оқасыздар. Окей? Дальше. Енді сіздер білесіздер, нені білесіздер? Точкаларда decimalдарды білесіздер, fractionsты білесіздер, енді percentage, енді процент келсе сізге қалай айтасыздар. Мынандай нәрсе бар. Может, сіз өміріңізде байқап көрдіңіз. Процент дегенде сіз көрген шығарсыз, percent деген қосылып жазылады, немесе бөлек жазылады. Соның қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Бірге. Бөлекті де көрген жоқсыздар ма? Окей. Негізінен екеуі де дұрыс. Өткен екеуі де біреуі британский, біреуі американский. Просто вариант. То есть, екеуінде былай да жасаңыз қате емес. Мысалға айтсаңыз 70% деген андай белгі ғой процент. Соның орнына былай жасаңыз. 70 дейсіз да. И дальше, так, 70 дейсіз да. Дальше мысалы, now percent деп жасаңыз ба, немесе now percent деп жасаңыз ба. Просто жазу керек болса, екеуі де дұрыс. Окей? Дальше. For example, 33%. Көрдіңіз? Percent, это типа британский, вот это американский. Percent. Екеуі де дұрыс. Дальше. 1.5, 3.6, 5.6, көріп тұрса бөлек айтып тұр. Немесе NAF point, немесе просто point. 9.9. 1.55%. Көрдіңіз? 1.55% просто. You got it? Okay. Yes. Number of times. Times деген уақыт емес. Это вот мынандай times. Сейчас I'll show you. For example, мынандай мысалы, аптасына 3 рет деген нәрсе білесіз ме? 1 рет, 2, 3 деген. 3 times a week. Yeah, 3 times a week ол 3 рет. Yes, 3 times a week. Немесе a month. Yes, просто week'тің орнына month, егер айына болса. Жылына болса е. Енді былай болса ше, 4 рет болса ше. 4 times. Екі болса. Бір мен екінің айтылмайды. Twice times a week. Жоқ, twice times келеміз, просто twice. Twice a week деп қысқартады. Yeah, twice. Либо twice, можете 2 times деп айтуға тоже. One time деген ғанда бірақ once деген зады. Once a week, twice a week, 3 times a week. Ну, обычно once пен twice, 1 мен 2 орнына, и дальше 3-тен бастап, и дальше 4 times, 5 times, 6 times, и дальше кете береді times пен. И потом in a week емес, a week просто. Инсіз, онсыз, ешқандай да prepositionсыз, несіз, то есть, you know, this one, предлогсыз, prepositions, кетеді сразу, okay? 3 times a week, in a week емес, in a month емес, okay? Түсініз ғой? 3 a week. Once пен twice жазып алыңыз, главное. И қалғанда times қосады. 3-тен бай ғой, 3-тен қоса алған кезде x. Бізде 3-тен жоғары болса, 3-тен қоса алған кезде бізде дальше идет не? Times'тар. Дальше. What do you know about time? Do you know about clock? Сағаттарды? Yeah. Қазір. When is o'clock used тогда? Айтыңыз. O'clock'ты білсеңіз. When we know about, like, we can say 2 o'clock or 3 o'clock. You may say just sharp time прям. Yeah. Without half or without quarter. Without any minutes. Yes. Типа, минутсыз айтқан. Yes. Точно прям. 12, қазір мысалға сағат неше болды?
Кім біледі? Ну, типа, 10 to 7. менде 5 to 7 болып тұр. Білмеймін. Или сейчас мен өтірік сұрасың, мен сатын. Жоқ, 9 to 7. 9 минут қалды. Yeah. Окей, go on. Түсініңіздер ғой, o'clock деген только ровно болған кезде қолданады. 7 o'clock, 6 o'clock, ровно. Қазір 10 минуттан кейін, 9 минуттан кейін сөйлейік, сол кезде o'clock айтамыз. Так, дальше. Енді мынандай нәрсе бар. Past пен to дегенді білесіздер ғой, может білесіз, может білмесіз, ничего страшного, білмесеңіз нормально. Past деп отырғанбыз, мысалы, былай. Қазір көрсем, и to. Немесе онарына кейде till қолданады, немесе after. Ол очень редко, то есть американцы қолданады. Екеуінде, both of them. А британцы past пен to қолданады, окей? Американский мен британскийдің айырмашылығын, но білмесеңіздер, алдағы уақытта түсіндіретін боламын айырмашылығын. Ничего страшного. Сұрақ қойыңызшы. Окей? ОБТ-да британский көп келе ма или американский көп келе ма? Mixed. Окей. Бірақ көбінесе негізі таза ағылшын, это қандай ағылшын деп ойлайсыздар? Британский. Все, you are right. Окей, күшті сағат тұр бізде. Былай бөлсек, екіге бөлсек. Мына жағы қалай болады? Past. Half па? Мына жағы Half дұрыс қой. Просто былай ше, мына минуттардан былай қарай, нақтың барлығы past болады да, ал 30-дан кейін былай қарай, не болады? қалды. Two болады. Бірінші айтқанда. 60-тан да айтып тастайсыз ғой, в общем. 60-тан, мысалға, 35 болса, 60-та 35 қанша болады? 25 қалды дейсіз. Сосын, мысалға, қалай айтсам? 25 қалды деп айтыңызшы неге? 7-ге. 25 to 7. Окей, great. Теперь мына сағатты айтады маған тұрған Санди. Апа мен айтпай қояйыншы. Окей, жарайды. Кім айтқысы келіп тұр? Who wants to? Ой, 10 past 10. 10 past 10. Мына жерде past қой. Окей? Мына жердегі кез келген мына жерде мынандай тұрсын, мына стрелка тұрсын, мына стрелка барлығы past болады. Мына жерге дейін. Түсіндіңіз ба, мына жерге дейін? Ал мына жерге дейін мысалы, кез келген мындай ұзын сызығы, в общем, мындай жерге болса, уже to. Got it? Так, дальше. Вот бізде quotes деген қалмады артымыздан. Бір бөлінген 4-те тоже quotes болған еді ғой. Четверть деген. Got it? Мысалға 15 кеткен кезде quotes дейсіз. It is, мысалға 7-тен 15 кетті десеңіз. 7-тен 15. Quotes past Quarter past 7. Бірінші минут айтасыз. Всегда. Минут. Одан кейін идет hour. Сағат. Окей? Сағат. Түсініңіз ғой? Бір нәрсе дейсіз, past дейсіз, немесе to дейсіз. То есть, говорит, to деп тұр, немесе past. Сосын только білу керек сізде half пен и quotes-ны. Бағана да бізге только бір бөлінген 2 мен бір бөлінген 4 қана бізде не болған жоқ па? Қалай? Исключение. Ал қалғанның барлығы не болды бізде? Барлығы почти ordinal number болды астында, помните? Сол сияқты мынада half пен, half деп оқымайсыз, half. L оқылмайды, half. Как будто иметь деген сияқты оқылады, окей? И quotes. Дальше. Сағат неше болды? Определенно біреу айта ма? Амина, давайте. Так, 8 кетті ма? 2 өтірік айтам. 8 to 8? Ой, 8 to 2? Yes, 8 to 2. Got it? Next one is. Давайте, енді біз практикаға көшеміз. Амин айтты, Тамирис. Мен просто экранда кім бірінші көріп тұр, соларды айта берем, окей? It is 6 o'clock. It is, окей, молодец. Айжан. Екіншісі, так. Мен ондай сағаттарды түсінбей екем. Мына жерде мысалға 4-тен неше кетті, но? 4-тен, ладно, 25 деп айтсақ, 24 кетті. Или 23. 23 кетті, ладно. 25 past 4. 4 past 25. Бірінші, минут бірінші. Потом сағат, окей? Got it? Дальше.
Санди. Please try. Так, Давайте. Мынау неше? Давайте 45 деп айтсайық. 45 to 6. No. Сағат 5 болып тұр ғой. Сағат 5. Мына жерде 5 дейміз, окей? Ал мына жағда 60-тан Quarter. 60-тан азайтсайсыз, 45 көрсетсе 45 азайтсайсыз. Неше көрсетсе соны азайтсайсыз. Неше болады? 15. 15. Quarter to 15 quarter деген 15, окей? 2, quarter to 2, 5 емес, sorry, 6. 6. 6-ға қой. 6-ға 15 кетті. Ой, 6-ға 15 кетті. 15 қалды, sorry. Так, Санди, давайте, мынаны көріңіз. Мынау 3-тен 25 кетті деп айтайық. Try, please. 25 кетті. 25 past 3 ма? Yes, молодец. Got it? Олжағас, молодец. Would you like to try? Start, please. Ал 40 айтайық. 40 деп 38. Немесе просто 40 деп алсайық, давайте. 40. 40 past. No. 60-тан азайтып тастайсыз ғой. Былай, мына жақтан болса, мына жерден 30-дан былай қарайсыз, 60-тан азайтып тастайсыз. 60 азайтылған 40-ты. Неше болады? 20. 20 дейсіз да. Сосын, мына жерден не болады еді? Мына жерден бастап 12-ге дейін, алттан бастап 2, я? И нешеге қалды? 20 нешеге қалды? Видите? 7-тен асып кетсе, значит 8-ге қалды. Сонда 20 to 8. Окей, got it? Так, балдар қалғаны пусть будет сіздердің үй жұмыстарыңыз. Мынау ше 4-еуі. 1, 2, 3, 4. Если что, скрин жасап алсаңыздар болады. 1. Давайте мен сізге 5 секунд берем. 1, 2, 3, 4, 5. Все, go on. This one also would be your home task. Мына тоже скринға түсіреміз ба? Иә. 1, 2, 3, 4, 5. Түсіндіңіздер ғой? Вообще сұрақ жоқ па? Сағат бойынша? Так. Жоқ. Давайте мен, то есть, сонда да білім келіп тұр, мына жерде. Ой. Давайте мынаны Сандис айтыңызшы. This one will be yours. Сіздікі мынау, Санди. Мынау ол жалғасын. Қазір. Айтсаңыздар, енді көшеміз. Так. Мынау 52 дейді. 52 to 7. Ой, 7 ба? Помните, не істейміз? Мына жақтан 6-тан 12-ге дейін болса, біз азайтамыз. 6-тан 12-ге дейін үлкен тілі болса, 60-тан азайтамыз. 60 азайтылған 52. Неше болады? 8. 8 минут қалды 7-ге дейін енді. 8. 8 to 7 ба? Молодец. Got it? Okay, Улжағас. Молодец. Сани, this one, try, please. Try this one. Попробуйте. Жоқ, мынаны деп қойған, sorry, мынаны. Мына жерде мысалға 32 кетті. 32-ден бастап уже не істейсіздер? Неден алып тастайсыздар? 60-тан. Значит, 28. 28, 28. Сосын? Қалды бірге. 2. 2, 1. 2. Okay, 2, 1, молодец. Все? Great. Енді үй тапсырмасын түсіндіңіздер. Енді дальше. Right now we are going to talk about the date. То есть, дата туралы айтайын деп жатырмыз. Не білесіздер дата туралы? Давайте. Айлар мен күндер керісінше жазылады ғой деймін оларды. Айлар мен, мысалға, months, ай и күн дедіңіз, иә? То же самое, британский, американский деген нәрсе бар мына жерде. Мысалға 07.05 десек, қандай күн? Біз үшін, мысалға,
майдың 5-і, иә? Ой, майдың 7-і, иә? Мынау май, иә? Ал мысалға британецтер үшін то же самое. Майдың 7-і. Ал американецтер үшін бұл қалай деп ойлайсыздар? Июльдің 5-і. Июльдің 5-і. Наоборот, мына жерге июльдің 5-і болып тұр оларға. Окей? Июльдің 5-і болып тұр. То есть, наоборот. You got it? Мысалға, олар обычно американецтер бірінші айт жазады. Мысалға, June дейді да, немесе July дейді да, сосын 5 дейді, немесе the 5th просто. The 5th. Окей? Ал мысалға бізде немесе британецтер былай жазады. 7th June дейді. Мысалға, 7th, просто 7th и June. Немесе просто ал оқылған кезде the 7th of June ғой, иә? Ал оларды былай жазады. June 7th. И все. June the 7th. Немесе просто 7th, немесе просто the 7th. I will show you right now. For example, here. Жазылған кезде мысалға көріп тұрсыздар мәнен. Okay? Жазылған кезде мысалға көріп тұрсыздар. 3 May. Немесе 3 May деп жазылады. Cardinal number ретінде просто. И month cardinal number like May 3. Got it? Жазылған кезде. Орындарын просто чек етіп аласыз, немесе 3 May. Ал оқылған кезде in speech деп тұр ғой. Speech деген айтылу. Speech. Ауызша. Okay? Oral speech. Так, all the numbers are usual the 3rd of May. Okay? The 3rd of May деген 3-ші май. 15th of August. Немесе May the 3rd. Бана, помните, айттым ғой сізге? Наоборот, ауыстырған кезде американскийлар. Чек етіп ауыстырады. Okay? But also USA'да былай айтады May 3rd. The 3rd немесе просто 3rd. Екеуі рас орналасқан ше. Мысалға, 3-ші май былай жазылады May, либо осылай жазылады, либо May 3 жазылады. То есть бағана айттық қой, орындар ауыстырады. Немесе просто the 3rd of May, немесе May the 3rd. Got it? Окей. Давайте сейчас на жерде бар ма екен тапсырмаға көрейік. For example, today's date is the 6th of November. Okay, the 6th. Сабақтар жасырай. Үйтіп несін, типа, of date. What's the date today? November. Немесе екінші... November the 6th. November the 6th. Yes? The 6th of November. Немесе просто мынандайсыз. Немесе мынандайсыз да болуы мүмкін. Бірақ көбінесе осылай. The 6th. November the 6th. Немесе the 6th of November. Okay? Түсіндіңіздер ғой? For example, тогда түсінсеңіздер, мына жерге келейік. Давайте. Мынау даталарды айтайық. Ой, что это такое? 12 дейді. 24 дейді. Ага, стрёмно. Давайте, на 3-нің орнына 12 деп жазайық. 7 ғой. Так, давайте енді айтамыз. Біріншісін Айжан. Біріншісі 30th of December. Yeah, the 30th of December. Okay? Молодец. And дальше Амина. Sorry. 24 февраль екен ғой. Sorry. The 24th of February. 4th, the 24th. 20, yeah, 20. Потом сызықша 4th. 4th of February. Молодец. Дальше. Так, Олжалғас. Одан кейін неде 5 қыз екен? Ладно. Тамирис айтын, сосын сізге Сандиске жазып қоям өзім. Давайте тез қыздар. Қарияп. Ладно, Тамирис. Сен айтыңыз.
The 2nd of October. Yes. February. Ой, February, ой, екі екен ғой, sorry, иә. Немесе екіншісі атауы қалай? February? October the 2nd. Right. Yeah. 0202 ғой. February the 2nd, yes? Got it? 0202 ғой. Ага. Все. Түсіңіз ғой? Орындар асырдың. Все, Санди. Дальше. Молодец. Менікі ма? Иә, сіздікіні. Так. Мына жақта апрель болады ғой, иә? На жиырма. Так, подождите. Иә, апрельдің 5-і. The 5th of April. 5th of April, молодец. The 5th. F-қа помните бана? F-қа ауысып кетеді ғой, VE деген. F-қа. Басында, ординалда. Все, молодец. IE неге ауысты? Ой, Y, IE ауысты, yes? Помните? 20, yes. Дальше. Let's practice дейді. Ал мынау кейбіреулер дұрыс емес, ал мынау дұрыс па? Көріңіздерші? Water. Дұрыс. Дұрыс. Дальше мынау. You may чатқа жазуға, если хотите. Yeah, жоқ дұрыс емес қой, the болады алдында. The 20, ой, the 31st of January. D болады. Так. Анау, D болады дейсіз ба? Кім D-ға дауыс береді? Мен деп айтыңызшы. Мен. Айжан дауыс береді, барлығы дауыс береді. Окей. Так, кім? Мен дейді. Атыңыз айтып салыңыз просто. Мен десеңіз бәрі. Окей. Сарвинос, окей. Санди, Амина, Ұлжағас, how do you think? Қайсы дұрыс деп ойлайсыз? Давайте. Деймін апай. Амина дедім. Ой, Амина дедіңіздер. Ой, Сарвинос есін, окей. Сарвинос әлемес пе? Окей. Ди дедіңіздер ғой, барлығы келсе ма? Все, молодец, сіз 2 поинт алдыңыз. 2 поинт сізде. Сіз ғой? Дальше. Немесе мынандай болса, January the 21st болса, мынандай болса, 2 орын ауысқан болса, ше, офсыз болса, қараңыз, January the 31st болса, тоже дұрыс. Yes? То есть, мына жерде ішінде болса. Got it? January the 31st болса, the 31st деген болса, ол да дұрыс бар. То есть, мынандай ашылып жазылса. Okay? What about this one? Ой. Екінші. Жауаптарыңызды жазыңызшы ана неге? Чатқа, давайте. Тез. Ой, мына көрінбей қалыпты. апай көрінбейді. Сіздің не? Не көрінеді. Өшірсем 1 минут. Все, өшірдім. Давайте. Не ғой? 85 арасында сызықша жоқ қой, апай. Sorry. 85 арасында сызықша жоқ қой, ешқайсында. Олар автоматически кеткен. Негізінен бар. Молодец. Чатты көрмейтін, ешқандай чат көріп тұрған жоқпын. Жауапты. Okay. 1985. 1900 дейсіз ба? 85 сома. C деп ойлаймын. What about H? Санды бөліп 2-ге айтуға болады ғой. Иә, 2-ге санға бөліп айтуға болады. Кешіріңіз. B емес па? Жоқ, H. 1985. Даже 85 кетті ғой просто. 1980 болу керек қой. B дедіңіз бе сіз? Так, 90 деген 90 деген сөз. 90-85 деп тұр мынау. Ал A бізден 100 деп бөліп отыр. Ал бізде қалай кезде 100 болады? 1900 деген сияқты болады, окей? What about this one? C болса 1900 and деген жоқ қона жерде.
Помните? Жоқ, емес. Еще 1985. Now, this one is 1985. 18 мынау 18 деген сөз ғой. 18 бес дейді. Дұрыс емес қой. 18 деп тұр ғой, 80 емес. Окей? 18 мен то есть шатыстыра алмаңыздар. 1085. 1000 n деген қайда? 9 алдыр кетті. Я еще 9 жоқ. Я дұрыс емес. Апай, менде что-то зависать етіп жатыр бар ғой. Окей, соңғы жақтарын неден көрсеңіз болады шамал, то есть записьтен, иә. Соңғы жақтарын. Оған дейін естіңіз ғой. Примерно бізде 5 минут қалды. Оған біз қазір бітеміз. Осылай тест талдап, сонымен сандар бітеді. Окей? Окей. Болды. Все, дұрыстан ма? Все, одан жақсы. Давайте енді. About money. Так, мынаны білесіздер, pound. This one is pounds. На всякий случай осылай беріп қойды. Білмесеңіз, қарап алыңыздар. Dollars. Кстати, dollars деген санала ма, саналмай ма? Money деген сөз саналмайды. Өзі. Dollars саналмайды. Dollars саналады. Саналады. Dollars, pound саналады. Просто на Euro саналады. Euro саналады, видите. Pence деген, видите, сейчас покажу. Так. Саналмайды. Pence. Penny дегеннің көпше тұр оны. Pence деген. Мысалы бізде тиын и теңге ғой. То же самое. Тиын деген penny, pence деген, видите, что? Типа, көпше тұр. One penny болса, two pence, three pence, four pence, okay? One penny. Бір тиын, екі тиындар болса уже two pence, three pence, okay? На көпше тұр penny. Так, дальше. Euros. Так, түсіндірсіз, now бізде pounds, this one is dollar, $1, $2, okay? This one is euros. Euros. Бір euro болса euro, okay? Pence, now penny, типа біреу-ақ қой, біреу-ақ болғаннан penny. Екі болса pence уже, three pence. Pounds. Pounds, and... Апа, неге жаңағы 20 мен 50 дегендер бөлініп тұр? Қайсысы, sorry? Жаңа ең астындағы екеу. Now ма? Или no ма? Иә. Осы екеуінде. Окей, давайте, қазір айтамыз. 56 pounds 50. То есть pounds'тан кейін, мына жақта именно ақшада біз общий айтамыз да, ал ақша емес, андай, мысалы, 5 бүтін бір нәрсе деп, мысалы, математикада, либо любой сандарда біз оны бөлек-бөлек айтамыз. You got it? Теңгені айтып, теңгені қандай ма? Иә, теңге кезде осылай. Ну, типа, moneyға. Теңге емес, теңге деген валюта же. Общий money қатысында, валюта қатысында. For example, 125 euros. Так, и просто 20. Окей? Теңге емес, теңге мен тиын деймін. Екеуін айтпаған сияқты ма деймін. Сұрақ түсінбедім. Ладно. Типа теңге дегенде 1 теңге, 2 теңгес, 3 теңгес, 4 теңгес. Именно ен деген, мысалы бізде ен просто саналым, то есть бізде ен қала береді, өзгермейді, ен деп айтпаймыз. Именно ен и pence, penny айналады. То есть penny, pence айналады. То есть, got it? I guess you got it or not. Түсініз ба? Кім білсеңіз? Кім бұл? Sorry. Амина, если что, маған жасаңыз болады. Апай деп WhatsApp-та бай. Наным тұқ деп. Либо анау question деген бар ғой, соған жазыңыз, сосын мен сізге бағанағыдай не жібереміз, видео, окей? Тағы да сұрақтар вообще будущем туындаса. Дальше, кез келгеніңізде туындаса. Теперь practice. This one will be your home task because we have only even less than 1 minute. Okay? This will be your home task and бағанағы clocktар home task. Got it? Clocktаршы сағаттар. И тағы да, если что, үй тапсырмасына инструкция жіберем. Сұрақтар болса білесіздер қайда жазу керек екенін. Если что, на всякий случай сау болыңыздар, егер жоғалып жатсам мен қазір. Bye. Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye.